Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Көрмей жатып, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Мен де осы менің оқырманым, яғни подписчигім айтыпты. Осы жақсы достар деген сериалды түсірші депті. Мен сол сериалды түсіретін боламын. Ұнаса лайк басамыз. Екінші бөлімі 15, я одан көп болып кетсе 20 лайктан кейін екінші бөлім салатын боламын. Ал біз бірінші серияны бастаймыз. Ой, тезірек үйге барып тамақ ішіп келейін. Анау кім болды екен? Жаңа келген көрші сияқты. Ну, жарайды, мен үйге барып тамақ ішіп келейін. Ой, қарным ашып баратыр. Тамақты дайындап кеткенім қандай жақсы болды. Мына тамақтар дәмді екен. Ойланып отқаным, жаңағы адам кім екен? Неғып біздің көрші үйдің адамдары көрмей кетті десем, жаңадан көрші келген сияқты ғой. Қап, ертеңді тым көп сабақтар болады. Мен қалай оған дайындалып үлгереткенмін? Географиядан да дұрыс сабақ түсінген жоқпын. Алгебрадан да дұрыс сабақ болған жоқ. Түкте ұқпадым. Енді қалай сабаққа қатысып, жарысқа қатысады екенмін? Бірақ осы сабақтың бәрін түнге шейін оқып тастауға болады. Онда мен тап қазір бастай берейін. Жақсы, одан да мен барып қайтпайын ба? Біратаға танысамын, дос болатын шығармыз, может барып келейін. Есік жабық тұр екен. Ой, біреу есікті тоқылдатып тұрған сияқты ғой. Мен барып ашып келейін. Бұл кім екен? Ой, сәлем, сен мен жаңадан келген көршісің бе? Иә, көршіңмін. Мүмкін үйіне көріп, құтты болсын айтып, шай ішіп кетпейміз ба? Негізі жақсы, одан да мен кіре берейін, иә? Мен ас үйде күтемін, асын шай құя бер. Мен қайтемін. Қонаққа үйімнен кет деп айта алмаймын. Сондықтан сірә заттарды істе салайын. Так, сені отыратын орындығымен столың қайда? Ол мына жерде. Үйің құтты болсын, үйің әдемі екен ғой. Рахмет. Міне мен келдім. Міне шайдан ал. Қалай, үйің өзіңе ұнап жатыр ма? Иә, ұнап жатыр. Айтпақшы, менің атым Әсия болады. Ал сенің атың кім? Менің атым Әсия, ал сенің атың кім? Ой, менің атым ба Аружан. Ал жасың қаншада? Менің жасым ба 12-де. Не деген қызық, менің жасымда 12-де, екеуміз құрдас екенбіз ғой. 40 минут өтеді. Сол кезде мен алдында бар емес па, алдына келдім да айтатынды айтып тастадым ғой. Қызық болыпты.
Иә, мен үйіме қайтайын отырғаныма көп болды. Рахмет, шайыңа рахмет. Шайың дәмді болыпты. Тағы да көрсеміз деп ойлаймын. Сау бол. Сау бол. Бір енді мен қалған сабағымды қалай оқып үлгеремін? Көршілер де қызық. Bir жаққа көшіп келе қойсаң, көршің үйіне жетіп келеді ғой. Жақсы. Мынаны жинастырайын да, үлгергенше жетісіп сабақтарымды оқып тастаймын. Қазір кеш бататын шығар. Міне, уже қараңғы батып кетті. Жақсы. Мен одан да сабақтарымды жаза берейін. Таң атыпты ғой. Орнымнан тұрғым да келмей жатыр. Мұны төсек жұп-жұмсақ екен. Жата бергім келеді. Ну, қазір мен сабақтан кешем, сол үшін тұруға мәжбүрмін. О, жақсы. Кешегі көршім менімен бірге сабаққа баратын шығар. Оны да қазір үйіне барып көрейін. Бірінші болды. Тағы кім қағып тұр екен? Немене, таң атып кеткен бе? Мен тіпті түнде ұйықтағанда жоқпын ғой. Көзімнің астары қарайып та кетіпті. Есікті кім қағып тұр екен? Тезірек бетуғамды жуып алып соған барайын. Селем. Иә, Селем. Не үшін келдің? Мектепке баратын уақыт болды. Не дейсің? Мектепке баратын уақыт болды деймін. Айтпақшы, мен де мектепке баруым керек. Одан да жүр, менімен бірге барайық. Иә, қазір мен кеніп келем, сен осында күте тұр. Жүріп кеттік. Айтпақшы, сен неге мынандай қарапайым көзілдірік тағасың? Не деген келіп тұр? Қара, сен одан да бүйте салсаңшы. Мына қарапайым көзілдіріктің орнына осындай сәндегі көзілдірікті тақпайсың ба? Бірақ, иә, рахмет, бұл көзілдірік маған ұнады. Жүр, бірге сабаққа барайық. Сен айтпақшы, қай сыныпта оқисың? Мен ба? 8-ші сыныпта. Не деген сәйкестік? Мен сенің сыныбыңа көшіп келген жаңадан қызбын ғой. Ой, тіпті жақсы болды. Жүр, одан да барайық. Осымен достар, сериалым аяқталды. Екінші серия тез шықсын десеңіздер, көп лайк жинауға тырысыңыздар. Ал келесі видеода кездескенше қош сау болыңдар.